Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің есімім Мейіржан Сандыбай, және мен осы Шырақ қысқаметрлі анимациялық фильмінің қоюшы режиссері боламын. Шырақ фильмінің дүниеге келуіне себеп болған ол осы қазіргі таңдағы қоғамдағы, әсіресе мына отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастың суы десек болады. Осы қоғамдағы бір үлкен мәселенің түйінін тауып, сол үлкен сұраққа Ара студиясы өзінше бір жауап беруге тырысты. Ара анимациялық студиясы 2018 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазіргі таңда студияда 20-ға жуық мамандар жұмыс жасайды. Біздің негізгі ұстанымдарымыз ол тазалық, еңбекқорлық, шеберлік, қоғамға пайда және ауызбіршілік. Алғашқыда біз сол Балапан телеарнасына арнап бір жоба тапсырған болатынбыз. Ол жобамыздың атауы «Сәби». Сол уақыттарда кіммен және қалай жасаймын, топ жинау керек деп жүрген кезімізде осы менің екінші серіктесім, осы Ара анимациялық студиясының негізін қалаушылардың бірі Бақытжан Шабдукарим мырзамен таныстым. Енді біздің мақсатымыз, ниетіміз бір жерден шыққаннан кейін бір нысанды көзге алып, осы анимацияны дамытайық, Қазақстанда сапалы контент жасайық, мән-мағынаға толы фильмдер түсірейік деген мақсатта сол кезде біріктік. Всем привет, меня зовут Бахтжан Шабдукаримов. Я исполняю обязанности продюсера в этой студии Ара Studios. Моя работа заключается в обеспечении производства, это оптимизация, подбор людей, то есть команды. Да? Данный фильм, я бы не сказал, что это моя идея. Я человек не особо идейный. К счастью, рядом есть хорошая команда, и в том числе, то есть вот Мейіржан, режиссер фильма, которому я с самого первого знакомства сразу доверился, можно сказать, потому что человек уже до этого снял фильм «The Dog» про собаку, тоже на тему семейных ценностей. То есть большинство из нас уже были вдохновлены прошлой работой Мейіржана, и уже было некое чувство доверия. И он хороший рассказчик, когда он рассказывает. Мы уже внедряемся в эту вселенную, ощущаем эту атмосферу и понимаем суть. Поэтому мы лишь поддерживаем. Бұл идея бізде негізі 2018 жылдары дүниеге келген, бірақ оның техникалық орындалу мүмкіндіктері ол кезде болмағандықтан біз кішкене оны қоя тұрдық. Баста біз осы фильмді ойластырған кезде фильм небәрі 7 минут болатын. 7 минуттың ішінде кейіпкердің ашылуы, кейіпкердің оқиғасы, образдары, орындары, жалпы сюжетте түсініксіз болды. Қайдан пайда болған шырақ, ол не істеп жүр деген сияқты көкейде, көрерменде орынды сұрақтар пайда болатынын біз білдік. Сондай сұрақтар туындамасын деп, енді шамамыз жеткенше біз сюжетті байытуға тырыстық. Сөйтіп байыта келе монтаждап отырған кезде таймлайнға қарасақ 7 минут емес, 25 минут болып кеткен екен. Енді баста атап өткеніміздей, біз бұл фильмді 2D дәстүрлік техникасымен жасау ниетімізде болған. Бірақ өкінішке орай мамандармен уақыттың тапшылығынан біз 3D компьютерлік графикамен жасауға шешім қабылдадық. Бұл енді шешім біздің мамандардың арасында кейбір мамандарға ұнамады. Неге? Өйткені барлығымыз көкейімізде, жүрегімізде 2D анимация жасағымыз келді. Бірақ дегенмен, Аллаға шүкір, бұл сұрақты біз бірігіп отырып, жеке өзіміздің қажеттілігімізге емес, ортақ мақсатқа бізді не жеткізеді, не нәрсе бізді соған жақындатады, сол жолды таңдадық. Осылайша біздің ойымыз бір жерден шығып, біз осы компьютерлік графикамен жасау деген шешімге келіп тоқталдық. Да, данный фильм является немым,
В этом его особенность. Он подходит для любой территории за границей. То есть для этого не нужно знать никакой язык. Достаточно просто наслаждаться историей через картину, музыку и звук. И я надеюсь, что всем людям планеты этот фильм подойдет, потому что он на тему семьи. Ассаламағалейкум баршаларыңызға. Менің атым Нұрланбекұлы Нұрбек болады. Мен бұл Inlight жобасында бас аниматор рөлін атқардым. Және де өзге де техникалық проблемалар болса, мысалы кейіпкердің ригін жасау, кейіпкердің скелетін жасау, оларды қозғау, яғни соның қозғалыстың барлығына жауапты болатын кез келген проблеманы шешетін адам мен болдым. Анимациялық стиль, яғни біз стильді біраз қарадық. Яғни біз мынандай затты қаладық та, традиционный анимация дейді ғой, мысалы қағазға салынған кездегі қозғалыс та, соның харизмасы осы 3D-да негізінен көп көріне бермейді. Сол біз жасалып жатқан кезде көптеген жаңа фильмдер шыға бастады. Яғни солар арқылы бізде көптеген влияние дейді ғой, инфлуенс алдық олардан да. Мәселен айталық, Человек-паук через вселенной деген секілді. Содан кейін Sprite Fright деген блендердің өзінің несі болатын, проектісі. Сол да параллельно бізбен бірге жүріп жатты. Одан бөлек сондай степт анимация дейді ғой, яғни әрбір кадрды біз компьютер арқылы емес, қолмен қойып шықтық. Яғни ол сол 2D-дағы сияқты каждый кадрды өзіміз салған секілді, ол каждый кадр сайын біз кейіпкерді сондай поузингқа қоямыз өйстіп деген секілді. Яғни біз сол арқылы харизма беруге тырыстық. Сіздер көрген көркемдік шешімге қол жеткізу үшін біздің қоюшы суретшілер, шейдер артистеріміз өте үлкен еңбек жасады. Фильмді бұндай деңгейге жеткізу үшін арнайы шейдер ойлап табылды. Әсіресе атап өтсек, ол Нұрсерік мырза, шейдер артистіміз, ұзақ ізденістің арқасында осы бізге керек нәтижеге қол жеткізді. Бұл шейдер деген зат Қазақстанда, жалпы осы қазақ анимациясында тұңғыш рет қолданылып тұрған зат. Сонысымен бұл фильм ерекше деп айтуға болады. Әрбір фильмді жасаған кезде аниматорлардың міндеті ол адамға сенімді кейіпкерді қозғалту. Ол жай ғана қозғау емес, ол сендірту керек та. Ол кейіпкердің мінез құлқы қандай, ол адамның жалпы сол кейіпкерге тиесілі характеристиканы беруіміз керек болды да. Мысалы айталық, біздің фильмде 5 кейіпкер болды. Ол Шырақ, яғни Алмагүл, Мұрат деген секілді кейіпкерлер болды. Яғни соның әрқайсысы біз фильмнің ішінде солардың характерін ашу үшін біз шындыққа қарадық та. Яғни шын өмірден алдық оның барлығын мысалын. Мысалға қараймыз, көшеде кетіп бара жатқан адамның өзінің мінез құлқы болады, там студияда отыратын адамдардың әрқайсысы әртүрлі болады. Адам әртүрлі болады ғой. Солардан біздің осы кейіпкерімізді анықтайтын адамдарды зерттей бастадым мен өзім жеке да. Сол үшін біз жан-жақты қарадық, референстер түсірдік, өзімізден өзіміз бүйтіп камераны қойып, сол камераның алдында өзіміз солай актинг жасап, өзіміз сол кейіпкердің орнында болып, сөйтіп те өзіміз актер ретінде болдық та. Сөйтіп айтсақ болады. Соның бәрін түсіреміз, түсіргеннен кейін барып біз көреміз, демек адамның осындай қозғалыстары сол адамның мынандай мінез құлқына сай деген секілді да. Сол кезде сол адамды біз аша бастаймыз біртіндеп. Біз Шырақтың мекен дейтін орын ретінде ескі шатырды алдық. Әдетте адамдар шатырға ескі, керек емес, қолданбайтын заттарын орналастырады ғой. Байқасаңыздар, біз фильмде осы шатырға қазақтың 3 негізгі элементін орналастырдық. Ол біріншісі домбыра, екіншісі сандық, үшіншісі жерде жатқан текемет. Яғни осы 3 негізгі элементті біз ескі қолданылмайтын заттардың арасына әдейі орналастырдық. Неге? Өйткені қазіргі таңда өкінішке орай деп айтайық, мына қазақ елі, қазақ халқы, немесе қазіргі адамдар біздің дәстүрімізді, салт, мәдениетімізді өкінішке орай ұмытуда. Сонымен қатар оның қатарында тілімізде, дінімізде,
мәдениетімізде бар. Бірақ дегенмен фильмнің соңында байқасаңыздар біздің басты кейіпкерлер домбырасын да шертеді, жаңағы сандықты да ашып ішіндегі жаңағы ой өрнектерін шығарып бұрынғы өзінің салт дәстүріне қайта оралады. Және осы ең басты кейіпкер Шырақ, сол Шыраққа негізінен өте ұзақ жасалды оның системасы, сүйек системасы, яғни ең қиын келгенде сол болды. Ода шамамен 1000 шақты сүйек бар. Оның бір 500-і бетінде, беткі эмоцияларына арналған да негізінен. Яғни біздің керекті осы 2D эффект беру дейміз ғой, дәстүрлі анимацияны берудің мақсатында біз оны әртүрлі өзгерістер жасау керек болды да. Мысалы, ол бүйтіп қабағын түйіп тұрған кезде оның көзінің формасының өзі сол былай көңілі түсіп тұрған сияқты беру керек болды да. Мына қасын алып тастаған кезде сол көздің өзі эмоцияны беру керек болды. Біз басты кейіпкер ретінде Шырақты, балауыз шамды таңдадық. Оны таңдауымыздың себебі барлығымыз білетіндей Шырақ ол қашанда жарықтың, жылудың символы болған. Яғни байқа еске түсірсек, бұрынғыда мысалы ата-бабаларымыз Шырақтың айналасында неше түрлі ғылыми еңбектер жазған. Сол Шырақтың айналасында бұрын жүрек жылы әңгімелер болатын. Енді еске түсірсек, бала кезімізде енді көпшіліктің басынан өткен шығар. Қалада мысалы шам свет сөнген кезде барлығымыз үйде дереу шырақ іздей бастаймыз. Бала шағаның бәрі жүгіріп. Сол шырақ табылғаннан кейін, шырақ жағылған сәтте адамдар сол шырақтың айналасына отырып бір-бірімен жүздескендей, жаңа жүздескендей болып, негіз бір үйдің ішінде жүр ғой бәрі. Бірақ сонда да алаңдатушы заттардың барлығы кетіп, дәл сол кішкентай ғана оттың айналасында адамдар жиналып, бір-біріне жаңағы жүрек жарды әңгімелерін айтып, әзілдерін айтып отыратынбыз негіз бала кезімізде. Сол сәт негізі фильмге үлкен арқау болды деп айтуға болады. Енді фильмнің сюжетінде де дәл сол ситуация қайталанады. Қалада свет өшіп, адамдардың барлығы сол отбасы мүшелері шырақтың айналасына жинала бастайды. Бұл Шырақ фильмі толықтай осы Ара анимациялық студиясының өзінің күшімен жасалған алғашқы жобасы. Бұл жоба ешқандай мемлекеттің, спонсорлардың немесе сырттан келген инвесторлардың қолдауынсыз түсірілген. Да, было время, когда нам не хватало там на пару месяцев средств, но, к счастью, мы находили хорошие небольшие проекты, выполняли их в срок, тем самым обеспечивали на несколько месяцев свой бюджет. Другая проблема – это когда у нас не было четкого пайплайна, да, вот, то есть мы долго возились, то есть какой инструмент там лучше, какой стиль лучше, там процесс затянулся даже. И вот это накопление вот этих всех проблем по некоторым хорошо ударило, но все-таки вот наши принципы нашей студии помогли нам удержаться. Одан бөлек әрине команданың арасында да қиындықтар болды. Яғни адамдар, біз бәріміз адамбыз, кейде бүйтіп шықпай жатқан кездерде біз көңіліміз түсіп қалады. Яғни адамдардың бір-бірімен байланысы ол кезде ұстап тұру қиын болды шынымен де. Бәріміз бір ойға сенгендіктен, яғни осы мықты командамыздың арқасында қандай қиын болса да, қандай ыстығына да, суығына да төзіп келген осы командаға рахмет. Бұндай істі соңына дейін жеткізгенге. Яғни сол командада қандай қиындық болса да, осыны алып шықтық. Бұл жобаны жасау барысында біздің жалғыз серіктесіміз, ол JKS Entertainment компаниясы болды. Ол жігіттерге де үлкен алғыс. Жігіттер иық тіресіп болмаса да, бірақ арасында келіп, осы жобаға қажетті жәрдем көмектерді көрсетіп, өндіріс барысында фильмді көріп, және өздерінің оң пікірлерін білдіріп, осы жобаның барынша жақсы, сапалы, мәнді мағыналы шығуына үлкен септігін тигізген жігіттер болды. Меня зовут Бексултан Казбек, я являюсь генеральным продюсером JKS Entertainment. Я помогаю в продюсировании самого контента и продукта, который выйдет на мировой рынок. Также буду сопровождать продукт на всех фестивалях, мировых премьерах.
и будущих возможных продажах на стриминговые платформы. Сама идея Шрах о том, что свечка может стать объединяющим элементом для всей семьи, меня сильно зацепила, понравилась. Я думаю, это важная тема в нынешнее время. Шырақ фильмінің енді екі үлкен мақсаты бар. Бірінші мақсаты ол өзінің мән мағынасымен, халыққа беретін идеясымен қоғамды ізгілікке, жақсылыққа, отбасы жылуы деген нәрсенің қайтаруына себеп болу. Екінші мақсаты осындай сападағы фильмді жасау мүмкін екенін басқа да мамандарға, басқа да суретшілерге, жалпы осы анимация саласына қызығатын жаңадан келген жас буынға дәлелдеу, көрсету және осы арқылы Қазақстанның анимация сапасының едәуір бір деңгейге жоғары көтерілуіне үлкен себеп болу еді. Уникальность данного проекта в том, что его делают казахи. Я видел в ТикТоке комментарии после выхода трейлера о том, что ой, наверное, там европейцев позвали, чтобы все это сделать, или ой, это, наверное, очередной там госпроект, куда запихали миллиарды. Все это на самом деле не так. Это делается обычными казахстанцами, которые очень любят свою родину, которые хотят показать всему миру, что казахи тоже что-то могут, как говорится, казах анимация с жасасын. То есть мы призываем всех молодых ребят и текущих студий постоянно развиваться, оттачивать мастерство в анимации, в художестве, да, в целом в творчестве и делать контенты еще лучше. У нас есть большие цели и планы на фестивале. Очень хотим поучаствовать в фестивале анимации Анси, также в других зарубежных фестивалях. Хочется показать всему миру, что вот есть вот такой крутой продукт, который сделали казахстанцы, и я думаю, у нас все получится. Сөзімді қорытындай келе, мен енді бірінші Алла, екінші біздің ата-аналарымыздың дұғасы, үшіншіден шығармашылық топқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жігіттер, қыздар, барлығы сіздердің арқаларыңыз, сіздердің маңдай тер еңбектеріңіз, осы өздеріңіздің өнерлеріңізге деген адал махаббаттарыңыздың арқасы. Ара ол сіздермен ара. Очень благодарен Всевышнему за такую возможность участвовать в таком крутом проекте. Я надеюсь, что вам, зрителям, понравится наш фильм. И надеюсь, это будет не первый и не последний проект, который мы будем вместе осуществлять. Я бы хотел сказать большое спасибо команде Ара за доверие. Постараюсь не подвести. Спродюсировать проект очень круто, а всем зрителям желаю приятного просмотра. Еще раз скажу, қазақ анимациясы жасасын. Құрметті көрермендер, алтындай уақыттарыңызды бөліп, келгендеріңізге үлкен рахмет. Мынау қамшының сабындай қысқа ғұмырда бір-бірімізді бағалайық, отбасы жақындарымыздың қадір қасиетін білейік. Себебі біздің ең барымыз, біздің байлығымыз ол біздің отбасымыз.